Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз ИП жабық сабағының 3-ші кезеңі. Бұл жерде біз, яғни КВК-ларды толтыратын боламыз. Ол үшін біз 913 форманың хабарламасын ашып алатын боламыз. Біз өткенде салық органына өтініштің бірінші бетінде толтырып, енді екінші бетін толтыратын боламыз. Ол үшін біз салық органының жаңағы кеткен біздің өзіміздің хабарламамызды ашып алатын боламыз. Яғни ашып алып, сол жердегі кірістер комитетіндегі КВК-ларды барлығын мына көрсетілген жерге толтырып шығатын боламыз. Қандай КВК бар, сол КВК-лардың барлығын, яғни 101, 202, 103, 101, 901, 101 деген сияқты көрсетілген КВК-лардың барлығын біз жазып шығатын боламыз. Яғни бәрін жазып шықтық, барлығын тексердік. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді біз мемлекеттік кіріс органының кодын таңдайтын боламыз. Біздің код бұл, яғни Қарағанды облысы Шет ауданы бойынша мемлекеттік кірістер комитетінің коды көрсетілу керек. Біз көрсеттік, уже проверка жасап көрдік, енді растау батырмасын басу арқылы ЕЦП-мен қол қоятын боламыз. Сөйтіп біздің салық комитетіне өтінішіміз жолданды. Осымен біздің 3-ші сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.